Алдыңғы бөлімде ютуберлердің барлығы бір күнде жоғалып, тек қана 3 ютубер ұйқысынан оянған болатын. Және де оларға тірі қалған ютуберлер көмекке келіп, бірге топ болып, ютубер достарын іздеуге шыққан болатын. Бір кезде алдарынан қыз пайда болып, олардың ютубер достары қайда екенін білетінін айтып, оларды мектепке әкелген болатын. Мектепке құпия жолмен кіргеннен кейін, ютуберлер қыздың жаман екенін біліп қойды. Себебі қыз ютуберлердің барлығын талдартып, оларды сыныпқа әкелді. Сыныпта ютуберлер бір-бірін көрді және қашудың амалын ұйымдастырды бастады. Ал бүгінгі бөлім дәл сол жерден жалғасады. Достар, өтініш, арнаға тіркеліп видеоға лайкларыңызды басып кетіңіздер. Егер де келесі бөлім тез шықсын десеңіздер, онда аямай қолдауды білдіріп отырайық. Қош келдіңдер, ютуберлер. Бірінші сынақ қазір 5 минуттан кейін бастау болады. Мыналардың қуады екен ғой, келгеніміз енді еді ғой, қандай сынақ? Соны айтам, кішкене демалуға уақыт бермей ма? Бұл сендерге үйлерін емес қой демалып жататын. Брадан, ассалаумағалейкум. Қазақпыз ғой. Сіз басқа кім жетсін? Сіз туылғанда мен не үшін қуандым, а? Жұмақтың кілті сіздің табаныңыздың астында ғой. Көкеу, өтініш, қатыспай қойсаң бола ма? Просто мыналар танымаймын. Еще мен не тема кетіп қалымша, тым қатысым жоқ. Просто үйленейін деп жатырмын. Қарыз басталасын. Үйде ағам ауыр жатыр. Өкінішке орай жоқ. Сен бұл сынаққа қатысасың. Тина, енді сен біздің қасымызға вообще жолмай қой, түсіндің ба? Сатқын екенсің ғой таза. Негізі ойнатқан ма? Сіз ғой менің қарым-қошым. Бала кезден бірге өскен ғой өзі. Сендер кеше танысқан жоқсыңдар ма? Енді Сынақ бастау болды. Бұл ойынның аты тығылыспақ. Ереже былай: сіздерге 5 минут беріледі. Сіздер сол аралықта мектепке тығылып үлгерулеріңіз керек. Бірақ барлық қатысушылар 5 минутта тығылғаннан кейін сіздерді қауіпті маньяк іздейтін болады. Және оған 10 минут беріледі. Кім табылады, сол қаза табады. Ойын ережесі өте оңай. Уақыт мен сөйлеп бастағанда басталып қойған. Бізде уақыт жоқ, тез тығылыңдар. Ең бастысы ешкім ойламайтын жерге тығылу керек. Енді не істесем екен, қай жер бар өзі тығылатын? Достар, бәріміз бірге жүрмей бөлінейік. Сол кезде қиын Мына жерге тығылайын, көрмейді негізі. Адок, мади, бергеліңдер. Детский жер тауып алдым мына жерден. Ратнойлар, менше? Сен бізді лақтырып кеткің келді емес па? Сондықтан өзің тығыл. Қой, жоқ, ұят болады енді. Бізге де көмегі тиді ғой енді, қанша дегенмен. Тез кір енді бұл. Біліп едім ба, сен жан достарымсыңдар ғой. Нако, түш, ол келді. Тез ұсталып қаламыз, біреуіміз орын ауыстырмасақ. Нако, сен орныңда қал. Ал мен болсам өзімнің орнында ауыстырам. Жарайды. Брат, ұсталып қалмаймыз ба енді? Аузыңды жаба тұршы қазірше. Бұл қайсысы? Мына жерде біреу отыр ғой. Біткен жерің осы. Уже басталып кеткен сияқты ғой. Дегенмен қорқып бастадың, кім ұсталды екен? Кім ұсталса да аман қалса екен, қашып құтылып. Жина, бірінші рет аузыңнан жақсы сөз шықты ма дедім ғой. О, тағы біреу қақпанға түсті ғой. Тоқтай тұр, Нұрлан Қаламов маньякқа ұсталып қалған сияқты. Сондықтан... короче, ботқа. Блин, мынаны ботқа деуге де келмейді ғой. Денесі качок квадрат қой, емайо. Короче, сен лоқсың. Сен если мықты болсаң, мені қуала. Жете алмайсың ғой сен деген себебі жүре алмайсың сен. Ойбай, бірге қолыма түсесің әлі. керек емес, бол, брат, ё-моё, қаштым. Тығырыққа тірелдің бе? Жағдай қиын. Мен бұған өкінбеймін. Және ешқашан. Ал енді өлдім дей бер. Құттықтаймыз. Уақыт бітіп қалды. Болмаса менің қолымда өлетін едің. Жарайды, мен өз жұмысымды атқардым. Жолың болды, сен балағың. Сау бол. Ойым жүзеге асты. Ұсталған ютубер кім екен? Ақыры дегенде бітті ма? Жанс ұсталып қалған жоқ па екен? Айтқандай, қайсысы ұсталған? Арамызда тек Нони жоқ.
Рахмет саған, Жансерік, бір өлімнен аман алып қалдың. Иә, оқасы жоқ, сен үшін қуаныштымын. Бұлай болмайды бізге. Бұл мектептен құтылу керек, жоспар құрайық бәріміз. Мако дұрыс айтады, бұл жерде қалу өте қауіпті бәріміз үшін. Ал енді кімде қандай идея? Нако идеяны жақсы айтады. Неге маған қарайсыңдар? Айтып қараш. Жарайды, бір идея бар енді, короче, былай істейміз. Жеке, дайынсыңдар ма? Иә, бәрі дайын. Бастаймыз ендеше. Көмектесіңдер. Жағдайым өте нашар. Шыда, енді ана қыз қайда еді? Ей, қыз, тез кел, бір адам ауырып жатыр, дәрі бер. Бір адам ауырып жатыр, дәрі бер. Температура беріп жатырмын. Ешқандай дәрі берілмейді. Апай, өтініш, дәрі беріңізші. Біздің досымыз өлім аузында жатыр. Жарайды, қазір әкелем. Ей, күзетші, мыналарды көзден таса қылма. Құп болады хатжайым. Мынаның денесі квадрат қой. Точно орындала ма екен ол? Түр бермең, Жеге. 1, 2, 3, кеттім. Ой, мына қошып кетті ғой. Бер кел саған Жеге, мынау көрсеңіз. біздің шансымыз. Кеттік, Ареке, Нұрлан Қаламов. Кеттік, қашамыз. Мә, мына жақта айналып өтейік. Қашты. Ё-моё. Әйтеуір дегенде күзетшіні алдап өтіп кетпесек болмады ғой, блин, енді асқатқа не болады екен. Жарайды, ё-моё. Базар жоқ, ол деген респект момент жасады таза. Так, жарайды. Қашты тез, мына мосқа мінейік. Кеттік, тез жүгірсеңдерші, ё-моё. Қазір деген қалып қойсақ, білесіңдер ғой, өздеріңде қайтадан ұсталамыз сосын. Ютубер достарымызды құтқаруымыз керек. Кел, мына жаққа тоқтап алайық. Асталдың ба бәлем? Соңғы сөзіңді айтып қал. Сендер жеңілесіңдер. Насыға. Құтылдық ау. Енді оларды құтқаруымыз керекпіз. Бүгін түнде оралуымыз керек. Бірақ бізге команда жетпейді. Түсінесіңдер ме, жігіттер, біздер азбыз. Аралдағы достарымызды қалай да құтқаруымыз керек. Дұрыс айтасың, бірақ бізге команда жетіспейді. Ей, тоқтай тұр. Аналар кімдер? Ютуберлер сияқты. Қастарына барып көрерміз. Мүмкін, иә. Жүр, кеттік. Сендер кімсіңдер? Біз ютубер қыздармыз. Сендер достарыңды қайтарып алғарың келеді ме? Әрине, иә. Бізде де сол жағдай. Мұндай болса, бесеуміз команда болып, ютубер достарымызды бірге құтқарайық. Ондай болса көп тұра бермей, бірден іске кірісек уақыт аз. Достар, осымен 3-ші бөлім аяқталды. Егер де сіздерге 3-ші бөлім ұнаса, онда арнаға тіркеліп видеоға лайктарыңызды аямай басып кетіңіздер. Келесі бөлім тез шықсын десеңіздер. Давайте, ондай болса қолдап кетейік, достар.